Ассалаумағалейкум, құрметті арна көрермендері. Біз Ақшоқыдамыз қазір. Нақтылап айтқанда, Ақшоқыдағы Құнанбай атамыздың қорымына келдік. Бұл жер, бұл қорымда Құнанбай атамыз және оның әулетінен бір қанша адамдар жерленген 4 қатар зираттан тұрады. Яғни бұны Құнанбай әулетінің, Аға Сұлтан әулетінің қорымы деп айтқанда болады. Пантеон есебіндегі кешен. Қазір біз енді зиярат қылып және Құран оқып шықтық. Енді сіздерге осы жерді шағын таныстырмақшымыз. Бұнда қорымның қасында басты кешендерден Құнанбай мұражайы салынған. Абай атамыздың 175 жылдық тойының қарсаңында. Және осы қорымда абаттандыру жұмыстары жүргізілген. Міне көріп тұрсыздар. Құнанбай қорымы. Табиғи тастармен қаланып салынған қорымға кіргенде қорымның іші осындай. Алыстан келе алмай жатқан кісілер көзайым болсын, бабаларымыздың жатқан жерін бір көрсетейік деген ниетпен жатырмыз. Құмдарда аттап кетпей бір-бірден таныстырып шығайық. Смағұл Құнанбайұлы 1852 жылы туылып, 1931 жылы қайтыс болған Абайдың інісі, яғни жаңылмасам Айғыздан туған бала. Атадан алтау дегенде негізі осы Смағұл мен жетеу. Мағауия бар, кім бар? Қалиолла бар. Қалиолла, Мағұл екеуі, Абайдар өзі төртеу. Бұл жаны анамыздан. Сонымен Құдайберді бар. Құдайбердіні алдыңғы контентімізден қарасаңыздар болады. Абай жатқан қорымда ол жақын жерде. Ұлжан анамызбен, Зер анамызбен бір жерде жатыр. Ал енді мұнда Мұхаметжан Майбасарұлы, яғни Құнанбайдың старшыны болатын Майбасар. Ол кісінің баласы. 1854 жылы туылып, Абайдың немере інісі дейді. Мәніке Құнанбайдың келіні 1847-1917 жылы. Нұрғаным туылған жылы белгісіз, 1911 жылға туылған Құнанбайдың. Мағрипа Әбдірахманның жұбайы. Мұнда Әбдірахман Абайдың үміт еткен баласы 1895 жылы Алматыда қайтыс болған, аманатқа қойылып қайтып осында келген. Мынау енді қарадан шыққан біздің ханымыз Аға Сұлтан әйгілі Құнанбай. Құнанбайұлы өте күрделі, өте кесек тұлға. Таяу заман қазақ тарихындағы ағартушылық бағыттағы ел басқару жұмыстарында және тұлғалық даму, адам болу мәселесінде өте үлкен өнеге қалыптастырған егдар тұлғамыздың басы. Абайдың үлкен өнеге көрсеткен мектебі қалыптастырған кісі. Абайдың болмысын қалыптастырған, Абайды оқытуға, көзін ашуға үлкен себепкерлік жасаған, үлкен көрегендік көрсеткен ұлы тұлға. Өскенбай ұлы Құнанбай. Бір кезде да болған, балуанда болған, шешенде болған. Янушкевичтің естеліктерінде бар ғой. Осының қажыр қайратына да таң қалған. Жалпы бір ауыз сөзбен айтқанда, таяу заман тарихындағы өте кесек тұлға осы кісінің жатқан жері. Әрине, аруақты еріміз, ұлы бабамыздың жатқан жері жайлы топырақ торқа болсын дейміз. Мұнда ұлы Ұлжаннан туған Абайдың інісі Ысқақ Құнанбайұлы жерленген. 1847 жылдан 1901 жылға дейін өмір сүрген екен. Енді мұнда Мағрипа Абайұлы, Мағауия Абайұлы 1870 жылы туылып, 1904 жылы Абайдан 40 күн бұрын қайтыс болған. Осы Мағауияның 40-ын беріп болғаннан кейін Абай атамыз дүниеден озған екен. Одан кейін Абай атамыздың 40-ын бергеннен кейін Ақылбай дүниеден озады.
берді Құнанбайұлы 1834 жылдан 1916 жылға дейін. Құнанбайдың Абайдың бір екі бір шешеден туған ағасы. Ызғұтты Құнанбайдың жиені. Құтайба Мағауияұлы Абайдың немересі. 1895-1919 жылдар. Бейт міне 4 бейт. Әр құлағы 2 неден шығарылған. Осындай тастан орнатылған. Енді Құнанбай атамыздың айналып кету мүмкін емес. Бұл кісіні көп кісі қарадан шыққан қан ретінде қарайды, шешен ретінде қарайды, би ретінде қарайды. Кейбір деректер жаңағы кейбір кісілер батыр, балуан ретінде қарайды. Бірақ мен үшін бұл кісі қазақтың таяу заман тарихындағы жетістікке жеткен әке, әулеттің ұлы көшбасшысы, бір әулетті ұстап отыруға үлкен іс салған ұйымдастырушы менеджер және тарихи тәжірибесі бай тұлға. Тұлғалық қасиеттері жағынан, көзқарасы жағынан, принципі жағынан Абайдың принципін қалыптастырған. Ол арқылы Алашты әсер еткен, Әликандарға әсер еткен. Абай мен Әлиқан енді бір комиссияда жұмыс істеген деректерде екеуінің бір комиссияда қойған қолы бар, қатар тұрған. Міне осы тұрғыдан Құнанбай атамыз жетістікке жеткен менеджер, ұлттың тағдырын әсер еткен тұлға. Сондықтан бұл кісіні қай тұрғыдан болса да айналып өту мүмкін емес. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз ұлы бабамыз. Білсеңіздер, Агараки Семейге жолдарымыз түсті. Агараки Менге жолдарымыз түсті. Қай жағынан болса да айналып келсеңіздер, әрине Семей арқылы келеді. Осында соғыңыздар. Жидебайға, Қарауылға, Абай ауданының орталық кетіп бара жатқан жолда батысқа қарай, қолдың оң жағына қарай келе жатқанда Семей 21 шақырым жерде орналасқан қорым. Жол жаман емес, тегіс, кез келген машина келе алады, қиналмай. Бұл қорымның екінші жағы бар. Не мұнда? Бұл жерде Мұхтар атамыздың өз ақсақал, Кәкітай Әбдікәрім Ысқақұлы Құнанбай немересі Абайдың шығармаларын тұңғыш бастыруға атсалысқан Алаштың ірі қайраткерлерінің бірі, Әликандармен зөңгілес саптас болған кісі Кәкітай Ысқақұлы. Қорымның төрт құлағында бұрынғы саман кірпіштен жиналған қорымның жұрнағы сақталған. Міне мынау бір жағы кішкентай кесектермен тастар көрініп тұр. Мұнда саман бар екені көрініп тұр, сабан бар екені. Мына жақ құлақта да сондай. Енді мұнда біздің артымызда Кәкітай марқұмның сында тағы да бір құлағы сақталған. Сонымен бірге басқа да марқұмдар жатқаны көрініп тұр. Әрине біз қабірді бара жатқанда сол жағын тағы да зираттар бар. Бұл жерде бару кішкене шөптесін екен. Көгалды басу қиындау сияқты, ар жағынан келмесек. Мынау мұражай және ар жағында тағы да бір қатар адамдар жерленген. Төрт қатар бейіт бар дегені осы екен. Бұл жерде Құнанбай бабамыздың қорымы туралы қысқаша есендік саулықта болыңыздар.